Assalamu алейкум бәршеге. Бүгін 10 апрель 2026 жыл сағат 12-ден 35 минут өтті. Мен Науаи қаласында 11 санлы жазаны өтеу колониясында тұрпан. Бүгін бұл жерде менің ағам Дәулетмат Тәжімұраттың жаза мүддетін созу уақытында созу бойынша суд процесі болып өтіп жатыр. Маған кеше мемлекеттік адвокат звонок қоңырау етіп, келің, судья сізге рұқсат берді, тек бір өзіңіз қатынаса аласыз деген несе бола келдім, бірақ ауызда мені кіргізбеді, ешқандай себеп те айтпады. Айтқан себебі судқа барып өзіңіздің шақсыңызды анықтап кіртіңіз керек дейді. Бұл сылтаудым күлкілі болды. Сонымен қазір суд тамам болды, адвокат шықты. Әмме ілтимаснамаларымыз қанағаттандырылмады дейді, гуалар сұралмады. Суд тез тамам болды. Ендігі ақырғы судқа қалдырылды. Мүддетін де айтпаған. Енді адвокаттың айту бойынша мүддетін білмеймін дейді, белгісіз. Әзірше сондай болып тұрды. Ішке кіріп нені передача, свидание туралы мағлұмат алайын десем, ол жаққа да кіргізбей тұрды. Дәулетмұраттың да менің де құқыларым бұл жерде ашықшасына бұзылып жатыр. Қысқаша осы, диққатларыңыз үшін рахмет.